Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге біздің отбасымыздың сүйсініп жейтін пияз нанның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ұнымыздың үстіне дәміне қарай аз ғана шекер саламыз, тұз саламыз, құрғақ дрожжымызды саламыз және де сармайымызды салып, жақсылап араластырамыз, яғни крошка жасаймыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң, оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салғаннан соң, тағы да қолымызбен осы видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте оның үстіне жылы бөлме температурасында тұрған суымызды аз-аздан құя отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты болмау қажет, және де өте жұмсақ болмау қажет. Орташа деңгейде қамыр иленіп шығуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді теңдей екі бөлікке бөліп, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Құрметті көрермендер, егер осы рецепттерге пайдалы болып жатса, ұнап жатса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер, және де осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Келесі кезекте бізге осындай бір бас пияз және де көк пияз қажет болады. Негізі көк пияз қолданбай қойсаңыздар да болады. Әрине ол өз қалауларыңызға қарай. Күнделікті тамаққа қолданатын пиязымызды осылай 4 бұрыш етіп турап аламыз. Содан соң көк пиязымызды да жақсылап майдалап турап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пиязымызды осылай турап алдық. Келесі кезекте жаңағы қамырымыздың бір бөлігін жұқалап жайып аламыз. Міндетті түрде ұн сеуіп жайыңыздар, себебі біздің қамырымыздың құрамында сармай болғандықтан өте жұмсақ, сол себепті ұн сеуге кеңес беремін. Өте жұмсақ болғандықтан жайылуы да өте оңай болады, және де тез жайылады. Қамырымызды жұқалап жайып болғаннан соң, оның үстіне ерітілген сармайымызды жағамыз. Менде сармай станичный деп аталатын сармай. Бұл жерде сармайды өзіңіз қалаған сармайды қолдансаңыздар болады. Жұқалап барлық жеріне бір келікті етіп, бір текіс етіп жайып аламыз. Содан соң теңдей 3 бөлікке, не болмаса 4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Бұл жерде мен теңдей 3 бөлікке бөліп жатырмын. Бөліп болғаннан соң, яғни кесіп болғаннан соң, жаңағы туралған пиязымызды осы 3 қамырға теңдей етіп салып шығамыз. Пиязды салған кезде шеттеріне қатты көп шығарып жібермеңіздер, себебі қазір қамырымызды ораған кезде шеттерінен пиязы шығып кетуі мүмкін. Сол себепті барынша ортасына салуға тырысыңыздар. Содан соң осы видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды орап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен пиязды тек қана қамырдың ортасына салдым. Сол кезде оралған кезде пиязы жандарынан шығып кетпейтін болады. Барлық қамырымызды орап болдық. Енді арнайы формамызға пергамент қағазын төсеп, осы видеода көрсетілгендей етіп, жаңағы оралған қамырымызды салып жайғастырып шығамыз. Барлығын салып болғаннан соң, бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Содан соң өз қалауыңызға қарай бетіне күнжіт, не болмаса мак сепсеңіздер болады. Печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып қоямыз. 180-200 градуста 25-30 минут аралығында жақсылап пісіріп аламыз. Әрине әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар, пияз нанымыз күйіп кетпеуі қажет. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай біздің пияз нанымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, сондай өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты.
Егер осы рецепт сіздерге ұнаған болса және де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.